Өсиетнама. Өсиет айттым өзімнен кейінгіге, пайдаланар кез болса зейіндіге, толтырыңыз жүректі нұрға бөлеп, айналмасын үйіңіз үйіндіге. Құнды сөз құнарлы ойдан шығады екен, кітап қалам ғылымның құралы екен, көкіректе көз болмаса пайда жоқ, саналы ой нұрлы ақыл пырақ екен. Әлемнің өзі кітап ұғынғанға, ұлылар жол сілтейтін шырақ екен, даналықтың дариясын бойлай біткен, ұстаздар жағасындағы құрақ екен. Сондықтан білімізде жатпа қарап, білім мөлдір шөлдегенге бұлақ екен, көркі болар кісінің білім нұры, ғылымның ашылмаған көп қой сыры. Бір күн болсын ізденбей қалмағайсың, өсиет қып айтамын саған мұны, ата-анаға қарсы келме қарайла, қызметінен ұзамай жүр маңайда, көңілдері нәзік шыны секілді, сол көңілді сындырып алма абайла, ата-ана барында бағалай біл уағында, қадірлесең қарағым жәннаттың кілті жаныңда. Алыс серме, бүре берме уысыңды, құрметте Құдай берген туысыңды, жақын ұста күйдірмеде пісірме, шәйнектің бұрқыраған буысынды. Көзден таса көңілден алыс деген, сондықтан туысқа көп барыс деген, бөлісе бер, барыса бер, кешіре бер, аяғын басса дамың шалыс деген. Өсектен де аулақ бол жақындама, білгішсін бе білмесең тақылдама, өсекшімен өтірікші сөз айтса, сөздеріне қосылма мақұлдама. Сабыр күбір түбіне жеткен бадам, өсекшінің сөзі болса өрттен жаман. Өсек айту өлік сені жегенмен тең, өсек сөз өзек талар дерттен жаман. Ұятпенен арыңды да ұмытпа, жамандықты жаныңа еш жуытпа. Көп ішінде көп сөйлеуден аулақ бол, тіліңді шаман келсе құлыпта. Ақылым жүрегімнің досы болды, біздің айтқан өсиет осы болды. Сауатымыз шала біздің демегін, көңіліме көктен келіп осы қонды.